Бүгін мен сіздерге зертханалық жұмыс 2-ні түсіндіріп өтемін. Оның тақырыбы қос түйіндер әдісі. Бұл тақырыпта біз берілген сұлба бойынша есептеулер жүргіземізді. Оны Workbench программасына осы сұлбаны қойып, есептелген мәнмен өлшенген мәндерді өзара салыстырамыз. Біздің анықтайтын шамаларымыз міне алдымызда тұр. I1, I2, I3, I4, UAB. Схемамызда есептеуді қос түйіндер әдісімен жүргіземіз. Ол үшін берілген схеманы осылай суретін салып аламыз, түйіндерін белгілейміз және әр тармақтағы тоқтарды анықтаймыз. Қос түйіндер әдісі негізінен егер схемада тек қана 2 түйін болатын болса ғана қолданылады. Сол себептен біз қас түйіндерді санап алайық. Мұнда түйін дегеніміз кем дегенде 3 тармақтың түйіскен орны. Мұнда біз түйіндеріміз 1, 2, 3, 4, бірақ біз мына 2 түйінді А, мына 2-ін Б деп белгіледік. Себебі егер 2 түйіннің арасында кедергі болмаса, онда оны 1 түйін деп қабылдаймыз. Мұнда да 2 түйіннің арасында кедергі жоқ, оны 1 түйін деп қабылдадық. Сонда барлығы 2-ақ түйін. Сол себептен қос түйіндер әдісі мұнда осы есептен қолдануға болады. Түйіндерді белгілеп болғаннан кейін әр тармаққа тоқтардың бағытын қоямыз. Егер тармақта электр қозғаушы күш болса, онда тоқтың бағытын электр қозғаушы күшпен бағыттаса аламыз. Яғни I1 мен I3-ті бағыттаса алдым. Қалған тармақтың тоқтарын өзіміз қалауымызша ала береміз. Мысалы, I2-ні төмен бағыттадым, I4-ті жоғары бағыттадым. Енді параллель жалғану кезіндегі қағидаларды еске түсіреміз. Егер тармақтар өзара параллель жалғанған болса, онда олардың түйіндеріндегі кернеулеріміз UAV барлық тармаққа ортақ болады. Сол себептен UAB арасында AB түйін арасындағы кернеуді тауып алатын болсақ, әр тармақтағы тоқтарды таба аламыз. Ол үшін біз мынандай формуланы қолданамыз. Бұл формулада AB түйін арасындағы кернеуді табу үшін электр қозғаушы күштер мен өткізгіштіктерді қолданамыз. Өткізгіш дегеніміз кедергінің кері шамасы. Әр тармаққа өзінің өткізгіштерін тауып аламыз. Кедергілердің мәндері берілген. Енді алымына қай тармақта электр қозғаушы күш бар, соларды электр қозғаушы күштерін сол тармақтың өткізгіштігіне көбейте отырып жазып аламыз. E1 G1, E3 G3 бөліміне барлық тармақтағы өткізгіштіктердің қосындысын жазамыз. Енді алымындағы таңбаларды қоятын болсақ, егер мұнда қарап отырсақ А, Б деп тұр, яғни Адан Б-ға дейін. Біздің негізі түйініміз Адан басталады. Яғни егер электр қозғаушы күшіміз А түйініне бағытталып тұрса, оны оң таңбалы, А түйіннен сыртқа бағытталса, оны теріс таңбалы деп аламыз. Сонда E1 оң таңбалы, E3 теріс таңбалы болады. E3 Адан Б-ға қарай бағытталып тұр. Осылайша біз UAB арасындағы кернеуді анықтап аламыз. Енді AB арасындағы кернеуді тауып болғаннан кейін әр тармақтағы тоқтарды есептейміз. Оны есептеу үшін әр тармақты осылай жеке-жеке жазып аламыз. Ол тармақтың түйінін көрсетеміз, А, Б, тоқтың бағытын бәрін көрсетеміз. Содан тапқан кернеуіміздің де бағытын көрсет қоямыз. Кернеуіміз Адан Б-ға қарай бағытталып тұр, Адан Б-ға қарай. Енді осы кішкентай контурымызға шартты түрде контурдың тоғының бағытын қоямыз, ол сағат тілмен бағыттас деп қабылдаймыз. Осы контурға Кирхофтың екінші заңын құрамыз. Екінші заң бойынша кернеулердің қосындысы электр қозғаушы күшке тең. Яғни схемада неше кернеу бар екенін санаймыз. Мына UAB кернеу және кедергінің кернеуі. Екеуін жазып аламыз. Кедергінің кернеуін Ом заңы бойынша тоғына кедергісін көбейту арқылы анықтаймыз. I1 көбейту R1 UAB-ның жазамыз, тең болады осы контурдағы электр қозғаушы күш E1-ге. Енді алдындағы таңбаларын анықтаймыз. Тоқтың бағытын контурдың тоғының бағытымен салыстырамыз. Тармақтың тоғын оң таңбалы, екеуі бағыттас болса оң таңбалы болады. Кернеудің бағытын сағат тілмен салыстырамыз. Бағыттас болса оң таңбалы. Электр қозғаушы күшті тоже салыстырамыз. Оны оң таңбалы деп аламыз. Осы теңдеудің ішінен іздеп отырған тоғымызды алып шығамыз, I1-ді. Өрнектеп отырып алып шыққанда осындай бізде формула пайда болады. Бұндағы мәндердің бәрі бізде белгілі, солай I1-ді тауып аласыңдар. Енді келесі тармақты қарастырамыз. Тағы да
А, Б түйінін көрсетеміз, кедергіні көрсетеміз, тоқтың бағытын көрсетеміз, кернеудің бағытын көрсетеміз, арасына контурдың тоғын көрсетеміз, осы ағытылмен бағыттас. Және осы контурға Киркофтың екінші заңын құрамыз. Бұнда екі кернеу бар, бір кернеу, екі кернеу. Екеуінде жазамыз, мынау кедергінің кернеуі, мынау УАБ тең болады осы контурдағы электр қозғаушы күшке. Ол бізде жоқ, сондықтан 0 деп аламыз. Таңбасын қоямыз. Тоғымыз тармақтағы контурдың тоғына қарама қарсы, сондықтан алдына минус қоямыз. Кернеуіміз бағытта, соның алды плюс болады. Осы өрнектен іздеп отырған тоғымыз тауып аламыз. И2-ні өрнектеп осындай формула шығады. Сан мәндерін қоясыңдар, тоқтың мәнін анықтап аламыз. Осылайша қалған тармақтардың да тоқтарын анықтап аласыңдар. Методичкада көрсетілген таблицаны толтырасыңдар. Бізге әр тармақты осы схеманы Workbench программасына қоямыз. Сол жерге әр тармаққа тізбектей амперметрді жалғаймыз да өлшеп аламыз әр тармақтың тоғын. Сол шыққан тоқтың мәнімен мына есептелген тоқтардың мәні өзара тең болу керек. Осылай отчет жасап өткіземіз.